Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын керемет салат дайындаймыз. Алдымен 40 қабаттың кішірек түрін аламыз. Видеодағыдай ортасын алып тастаймыз. Үлкен бөліктерге бөліп, турап, ыдысымызға саламыз. Бір үлкендеу сәбізді алып, корейский теркадан өткіземіз. Қырыққабаттың үстіне салып, бір шай қасық тұз, бір ас қасық көлемінде қант саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай 40 қабатты осылай ашып, жақсылап араластырамыз. Үстіне тәрелкені жауып, 15-20 минут көлемінде қойып қоямыз. Басқа көкөністерді тураймыз. Бізге қияр, шалқам, редиска, яғни пияз және сарымсақ қажет. Қиярды осылай майдалап тураймыз. Шалғамды тураймыз, редисканы. Редиска біздің салатымызға өте керемет дәм береді. Қалауларыңызға қарай 2-3 дана турасаңыздар да болады. Сарымсақты тураймыз. Келесі кезекте пиязымызды тураймыз. Пиязды видеодағыдай майдалап тураймыз. Тапамызға 3-4 ас қасық көлемінде май құйып, пиязымызды салып қуырамыз. 5-7 минут көлемінде қуырамыз. Сөлі шыға бастағанда аламыз. Неке біздің 40 қабатымызбен сәбізден осындай сөлі бөлініп шықты. Төгіп тастаймыз суын. Үстіне туралған көкөністерімізді саламыз. Қуырылып дайындалған пиязды саламыз. Бір ас қасық көлемінде ас көк, менде кептірілген балғын салсаңыз да болады. Бір шай қасық паприка, жарты шай қасық қара бұрыш салып жақсылап араластырамыз. 2 шай қасық көлемінде уксус құямыз. Жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінеке біздің салаттарымыз дайын, өте керемет болып шығады. Оңай әрі тез дайындалады. Көкөністерден жасалғандықтан өте жеңіл салат. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға осылай дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.